Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ғарыш дегеніміз не? Етістіктің шақтары. Мұғалім Мадиева Луиза. Оқу мақсаттары. Тыңдаған материал бойынша негізгі тұстарын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Етістікті тиісті шақта, келер шақ, өткен шақ, осы шақтарда қолдану. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалық аспан денелерінің бір-бірінен қашықтығын жердегі өлшеммен, айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 000 километр жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1,3 секундта, күннен 8 минуттан сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейінгі аралықты жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын ғана бөлігі ғаламның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 000 жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер бүкіл ғалам, олардың аралықтарындағы әлемдік бос кеңістіктер, әлемдік шаң тозаң мен газ шоғырлары, әлемнің түпкір-түпкірінен тасқындап таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Ал енді балалар мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктерінің қай мезгілде болған әрекетті білдіріп тұрғанын айтып көріңдер. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Шақ дегеніміз мезгіл, кезең деген мағынаны білдіреді. Етістіктің шақтары етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы бар. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекет. Мысалы, ұшқалы тұр, жаттап отыр. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл іс-әрекет. Мысалы, ұшырылды, жаттады. Келер шақ сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекет. Ұшырады, жаттамақ. Ал енді балалар, осы шақтарға байланысты 1-2 тапсырма орындайық. Жұмбақ. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Балалар, бұл жұмбақтың жауабын тауып, дәптерге жазып, етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын айтайық. Балалар, дұрыс айтасыздар. Жұмбақтың жауабы зымыран. Енді бұл жердегі бірінші етістік ұшып барады. Бұл қай шақ? Осы шақ. Келесі етістігіміз қалады. Бұл бізде өткен шақ. Дұрыс айтасыздар. Келесі тапсырма. Жұрнақтар мен көмекші сөздер қай шақта тұрғанын табамыз. Ып, үп, п, отыр, тұр, жүр, жатыр. Бұл қай шақтікі балалар? Дұрыс айтасыздар, осы шақ. Келесі, мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек, шы, шы, еді, емес. Бұл қай шақ? Келер шақ. Дұрыс айтасыздар. Ып, үп, п, д, д, т, т, ған, ген, қан, кен, атын, етін, еді, екен. Өткен шақ. Дұрыс айтасыздар балалар. Келесі балалар, сендерге сөйлемдер берілген. Сол сөйлемдер қай шақта тұрғанын айтайық. Балалар ойын ойнап жүр. Дұрыс айтасыңдар, осы шақ. Етістігі ойнап жүр. Жаратылыстану сабағы қызықты өтті. Дұрыс айтасыздар, өткен шақ. Етістігі өтті. Келесі сөйлем. Әкем жұмыстан келеді. Бұл қай шақ?
дұрыс айтасыздар. Келер шақ, етістігі келеді. Балалар, бүгінгі сабақты мына бағалау дескрипторлары арқылы өздеріңізді бағалай аласыздар. Менің ойымша, мына сіздердің барлықтарыңыз жоғарғы ұпайды алды деген ойдамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.